Ресей Ленинград облысы Бабыловадағы сарай. Сарай ғимараты қирап, қабырғалары қирап жатыр. Мұнда әлемдік деңгейдегі аттракцион жасырылған. Бұл бір граниттен жасалған үлкен ванна. Ваннаның көлемі өте үлкен. Бұл керемет өнім. Өткен өркениеттің артефакты қаншалықты үлкен екенін қараңыз. Мен көне ваннаның ішіне шықтым. Менің басым ғана бүйірден жоғары шығып тұр. Өте тегіс, тамаша жылтыратылған беті. Кішкентай сызаттар бар. Мүмкін олар уақыт өте келе пайда болды. Ваннаның сыртқы шеті иілу арқылы жасалған. Бұрынғы шеберлер қатты гранитті жұмсақ саз сияқты өңдеген. Олар күрделі қисық пішіндерді жасады. Өте тегіс беті. Ванна тікбұрышты гранит блоктарына орнатылған. Ванна еден бетіне тимейді. Залдағы еденге тас тақтайшалар төселген. Сондай-ақ тегіс жылтыратылған тас. Адамдар көне тақтайшаларды өз қажеттіліктері үшін ұрлайды. Бірақ бұл ваннаны ешкім ұрлай алмайды. Оның салмағы 45 тонна. Үлкен ваннада таңқаларлық кішкентай су төгетін тесік бар. Бұл тесікті саусағыңызбен жабуға болады. Еден деңгейінен төмен жер асты туннельдері бар. Сіз тек еңкейіп жүре аласыз. Бұрын туннельдер жоғары болатын, тоннельдерді сұйық лай басып қалды. Бұл туннельдің төбесіндегі су төгетін тесік. Мұнда алып ваннадан су ағып жатты. Ванна жер деңгейінен төмен орнатылған. Жер беті адамның басының деңгейінде. Терезе саңылауларының ерекше пішіні. Бөлмеде ваннаны сүйреп апаруға болатын есіктер жоқ. Алдымен олар ваннаны орнатты. Содан кейін қабырғаларды тұрғызды. Заманауи технологияларды пайдалана отырып, адамдар ұқсас тас ваннаны жасай алады. Бұл өте қиын, бірақ мүмкін. Бұл бұрынғы адамдардың технологиялық даму деңгейі ұқсас болғанын білдіреді. Бірақ апат болып өркениет күйреді. Тарихшылар бізден өткен өркениеттің өлімін әдейі жасырды.